Армысыздар қазақ елі. Бүгін біз жай ғана тұмар емес, ата-бабамыздан қалған асыл мұраны жасамақпыз. Қазақтың ою-өрнегі халқымыздың тарихы мен тәрбиесі. Әр өрнекте терең мағына мен ақ-тілек жатыр. Біз бұл құндылықты ешқашан ұмытпаймыз. Бүгін осы оюлардың мәнін кішкентай баламызға айтып түсіндірдік. Жас ұрпақ көріп, біліп, бойына сіңіріп өссін дейміз. Өйткені ұлттық мұра ұлттың жаны, ал оны сақтау әр отбасының парызы. Балам қарап, ғана шеңберіміз әдемі болып орап жатырмыз. Қазір осыларға оюларды бекітеміз. Шеңберіміз дайын болды. Енді оның ортасына не жасаймыз? Шаңырақты орнатамыз, жарайсыз. Шаңырағымыз дайын болды. Енді осыны салыстырамыз да. Әкем ананы көтеріп, ойырады, қиқсат тұрамыз. Үстімізге ұратау, және келемет бұл көзгез керек. Сізге көзе болындас. Қандай ою? Қошқар мүйіз оюы. Алдияр балам, бұл қыңыр мүйіз оюы. Бұл өмірдің жалғасы, өсу, көбею, даму деген мағынаны білдіреді. Қалың ойын. Бұл әсемдікті, сұлулықты білдіретін ойын. Түйе өркеш оюы. Бос деген жасыл. Жасыл түстегі түйе өркеш оюы. Бұл күштілікті, мықтылықты, төзімділікті білдіретін ұлттық оюдың түрі. Бұны бұл жерге жапсырамыз. Қанке жапсырамыз? Бос деген күшті болып қалады. Бұл шұғыла ойуы, бұл жарық, суат, сәуле, қуаныш деген мағынаны білдіреді. Тұмарша ойуы, бұл жамандықтан қорғану, сақтану. Төртқұлақ ойуы, төртқұлақ. Бұл әлемнің тұтастығын, бірліктігін білдіретін ойуы. Бұл ойудың аты қайшы. Өзің пішін көрсетіп тұрғандай, неге ұқсайды бұл? Айға. Дұрыс айтасың, айға ұқсайды. Бұл жоғарылықты, жарықты, биіктікті білдіретін ойу түрі. Бұл құс қанаты деген ой. Бұл биіктікке, еркіндікке самғау білдіреді. Алдияр бұл үш гүл оюы. Бұл ағайын жұрттың, дос-жаранның татулығын, бірліктігін білдіреді. Бада ойуы. Ешқашан жапсырамыз. Бұл үйлесімділік, бірлік деген мағынаны білдіреді. Тізбе деген ойу. Табиғаттың тоқтамас қозғалысы, үзіліссіз қозғалу дегенді білдіреді. Жоғарыда. Бұл шынжыға ойуы. Бұл отбасымыздың, тума-туыстың бірлігін білдіретін ойуы, татулығын білдіретін ойуы.